Құрметті шетел тілі екіш тілі мамандығының 3-ші курс студенттері, сіздерге 21-ші ғасыр шетел тілі мұғалімінің кәсіби дамуы пәнінен бүгінгі дәрістің тақырыбы сын тұрғысынан ойлауды үйрету. Осы аталған тақырып бойынша келесі мәселелер қарастырылады. Сын тұрғысынан ойлау туралы түсінік, сын тұрғысынан ойлауды дамытудың мақсаты мен міндеттері, сабақ барысындағы мұғалім менен оқушының рөлі, сыни тұрғысынан ойлау әдісінің ерекшеліктері. Ахмет Байтұрсынұлы тілдің міндеті арқылы ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түйеуін түйгенінше айтуға жарау, айта білетін адам табылса, тіл пайымдауға әрқашан жарайды деген. Тек айта білетін адам табылу қиын деген екен. Осы таңда Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігіне енуі отандық білім дамуының стратегиялық жоспарын әзірлеуді және ұлттық білім жүйесінің жетістіктері мен білім дамуындағы жалпы әлемдік процестерді ескеретін жаңа үлгісіне көшуді талап етуде. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы осы таңда өте маңызды технологиялардың бірі болып табылады. Сын тұрғысынан ойлау негізінен 1989 жылдан бастап енгізілді. Бұл технология оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, терең ойлай білуін, теориялық негіздерін, эстетикалық көзқарасын пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін дамытуға бағытталған технологиялардың бірі болып табылады. Психологиялық тұрғыдан келетін болсақ, сын тұрғысынан ойлау оқушының интеллектуалдық іс-әрекетінің бір тәсілі болып табылып, келесі дағдылармен сипатталады. Бұл қате тұжырымдарға әкелетін жалған стереотиптерді анықтау, объективті қатынастарды, пікірлер мен пайымдауларды анықтау, әрқашан жеке пікірмен немесе болжамнан тексерілетін фактіні ажырата білу, ауызша және жазбаша тілдің логикалық сәйкестігіне күмән туғызу, мәселенің мәнін және оның шығармашылық шешуін балама жолдарын анықтау, мәтінді немесе сөйлеудегі негізгі ойды бөліп, мәтінге көңіл бөле білу және тағы басқалары. Ғалымдардың бірі Диана Халпер сыни ойлау технологиясы кітабында оқушыда өзінің сыни ойлау қабілетін қолдана алу үшін онда бірнеше қасиеттерді дамыту керек деген екен. Ол Диана Харпер келесі қасиеттерді атап көрсетеді. Олар жоспарлауға дайын болу, икемділік, табандылық, қателіктерін түзетуге дайын болу, хабардар болу, компромисс шешімдерді іздеу. Көбінесе ойлау кездейсоқ пайда болады. Оларды ретке келтіру үшін презентация, тізбегін құру маңызды. Ойдың жүйелігі дегеніміз ол сенімділіктің белгісі. Егер оқушы немесе білім алушы басқалардың идеяларын қабылдауға дайын болмаса, ол ешқашан өз идеялары мен ойларын генераторы бола алмайды. Көбіне қиын тапсырмаларға тап болғанда, кез келген адам оны шешуге кейін қалдыратын анық. Ақыл-ой шиеленісінде табандылықты дамыта отырып, оқушы әлдеқайда жақсы оқу нәтижелеріне қол жеткізе алады. Сыни тұрғыдан ойлайтын адам өзінің дұрыс емес шешімдерін жақтамайды, бірақ қорытынды шығарып, оқуды жалғастыру үшін қателерді пайдаланады. Бұл өте маңызды қасиет. Бұл ақыл-ой әрекет процесінде өзін байқау, пайымдау, бағытын бақылау мүмкіндігі. Қабылданған шешімдердің басқа оқушылармен қабылдануы маңызды, әйтпесе олар тек айтылып қана айтылым деңгейінде ғана қалып қояды. Сыни ойлау технологиясы негізінде оқушы менен мұғалім әрекетке түседі. Бұл тұрғыда оқушы өз біліміне жауапкершілікпен қарау мүмкіндігі туып, ақпаратты қабылдаудың тиімділігін арттырады, оқылатын материалға оқу процесіне де қызығушылықты артады. Өмір бойы оқитын адам болуға деген тілек пен қабілеті оянады. Мұғалімге келетін болсақ, мұғалім сыныпта ашық және жауапты ынтымақтастық атмосфераны құрады. Оқушының тәуелсіз және жеке жұмыс жасауын дамытуына ықпал ететін тиімді әдістер жүйесін қолдана алады. Оқушыларға өз іс-әрекетін сауатты талдай алатын тәжірибеші және аналитик болуға көмектеседі. Әріптестері үшін құнды ақпарат көзі бола біледі.
Енді сын тұрғысымен ойлау технологиясы негізінде ағылшын тілінің сабағын қалай өткізуге болады деген сұрақ туындайды. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы 3 бөліктен тұрады. Ең алдымен ойлау өзіндік және жеке ойлау болып табылады. Оқыту жаттанды қағидаларды дәлелдеп айта беру ғана емес, оқушы оқып оны еске сақтап айта қабілеті ғана емес, керісінше терең ойлау арқылы ескіге жаңаша көзқарас қалыптастыру мүмкіндігі деген тың идеяларды ойлап табу мүмкіндігін береді. Сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет ететін мәселелерді анықтаудан басталады. Оның кезеңдеріне келетін болсақ, 3 кезеңі бар. Ең бірінші қызығушылықты ояту. Келесі кезеңі мағынаны ашу, және ең соңғы ой толғаныс немесе рефлексия. Қызығушылықты ояту кезеңі ең маңызды кезең. Ол кезеңде оқушы зерттелетін, яғни алдағы тұрған тақырыпты, сұрақ туралы білгендерін есінде сақтайды, болжам жасайды, жаңа материалды оқудан бұрын ақпаратты жүйелейді, жауап алғысы келетін сұрақтарды анықтап алады. Мұғалім бағыттаушы, үйлестіруші ретінде болады. Мұғалімнің рөлі оқушыларды зерделенетін тақырып туралы бұрыннан білетіндерін еске түсіруге, топтардағы жанжалсыз пікір алмасуға ықпал етуге, мектеп оқушыларының алынған мәліметтерді түзетуге және жүйелеуге ықпал етеді. Жауаптарға сын айтпау керек бұл кезеңде, өйткені кез келген оқушының пікірі құнды болып келеді. Біз бұл кезеңнің маңыздылығын атап өтіп кетейік. Сабақтың барлық кезеңінде бір-бірімен ғана байланысты емес, сонымен қатар өзара байланысты. Яғни, жақсы бастама сәттілікке жетелейді дегеніміз. Қызығушылықты ояту кезеңінде оқушылар қателерден қорықпай және тақырып бойынша өз көзқарастарын еркін білдіруге мүмкіндік беріледі. Барлық мәліметтерді мұғалім жазып түртіп алуы қажет. Кез келген әрі қарайғы жұмыс үшін маңызды болады. Сонымен қатар бұл кезде дұрыс және қате деген тұжырымдар айтылмауы қажет. Жеке және топтық жұмыстарды біріктіру, яғни жеке тұлға әр оқушыға білімі мен тәжірибесін жаңартуға мүмкіндік береді. Топта басқа пікірлерден тыңдау, қатесіз өз көзқарасын білдіру. Пікір алмасу көбінесе күтпеген және нәтижелі идеяларды дамытуға көмектеседі. Қызықты сұрақтардың пайда болуын, жаңа материалды зерттеуге ынталандыратын жауаптарды іздеу. Мағынаны ашу кезеңінде оқушы жаңа ақпаратпен байланысты жүзеге асырады. Осы ақпаратты бар білімі мен тәжірибесімен салыстыру, сұрақтар мен қиындықтарды жауап іздеуге назар аудару, жаңа сұрақтар қоюға тырысып түсінбейтін сөздерді, мәселелерге назар аударады. Ал мұғалімге келетін болсақ, мұғалім бұл ақпараттарды тікелей көзі болады. Бұл жағдайда оның міндеті оны анық және тартымды ету. Егер студенттер мәтінмен жұмыс жасаса, жұмыстың белсенділік дәрежесін оқыған кезде ұқыптылықты байқалайды. Мәтінмен ойластырылған оқу және оқыған нәрселер туралы ойларды ұйымдастырудың әртүрлі әдістерін ұсынады. Мағынаны ашу кезінде негізінен мұғалімдердің қолданылатын әдістерінің ең танымалы болар insert, fishbone, ideal әдістері болып табылады. Ой толғаныс, рефлексия кезеңінде тіл үйренуші, яғни оқушы алдымызда отырған білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді. Бұл әрекет арқылы жаңаны түсіну үшін бұрынғы білім арасында көпірлер құрастыруға, яғни байланыстарды құруға дағдыланады. Тақырып туралы ой толғаныс бағдаршамы 3-ші кезең болып келеді. Күнделікті оқыту процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру, өзіне басқаға сын көзбен қарап, баға беруге үйретеді. Оқушылар өз ойларын өздері байқаған ақпараттарды өз сөздерімен айта алады. Осы кезеңдегі тиімді әдістердің кейбіреулерін атап өту керек. Олар 5 жолды өлең, Вен диаграммасы, еркін жазу, семантикалық карта, Т кестесі. Осы стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр жеңілдігіне қарай лайықтанып, сәйкестенуінше қолданылады.
Сонымен қатар басқа да стратегиялардың түрлері ол кластер. Кластер түрінде белгілі бір тәртіппен мәтіннің мағыналық бірліктерін және олардың графикалық дизайнын таңдау. Концепция дөңгелегі немесе концептуалды дөңгелек. Бұл қызығушылықты ояту кезеңінде тиімді қолданылады. Оқушылар концептуалды дөңгелек өзегінде орналасқан және доңғалақ секторінде сәйкес келетін сөздердің синонимдерін табу керек. Жұқа және жуан сұрақтар әдісі кестесін сабақтың кез келген сатысында қолдануға болады. Егер біз осы әдісті қызығушылықты ояту кезеңінде қолданатын болсақ, онда бұл тақырыпты зерделеу кезінде оқушылар жауап алғысы келетін сұрақтар болады. Оқушылар тақырыпқа байланысты жұқа және жуан сұрақтар қоюға шақырылады. Содан кейін мұғалім тақтаға бірнеше сұрақтар жазады және оқушылардың жеке-жеке немесе топпен өздерінің болжамдарын дәлелдеп, оларға жауап беруге тырысады. Бұл жуан және жіңішке сұрақтарды өзге де сатыларда қолдануға болады. Мына слайдта көріп отырғандарыңыз алдындағы айтылып кеткен концептуалды карта, кластер және жуан жіңішке сұрақтардың графикалық бейнесі. Сонымен қатар ideal тәсілін атауға болады. Бұл тәсіл Брамсфорд мәтіндермен жұмыс істеуге және жағдаяттарды талдауға қолдануға болатын проблемаларды шешу үшін ұсынылған стратегиялардың бірі. Бұндағы әр әріп мәселені шешетін тапсырмалармен белгіленеді. I мәселені анықтау, D мәніне жету, E негізгі шешімдерді шығару, A ең жақсы нұсқаны таңдау, L логикалық тұжырымдар жасау. Мына слайдта көрсетіліп отырған өзге де сыни тұрғыдан ойлаудың стратегиялар тізбегі. Сыни тұрғыдан ойлау негізінен бірнеше әдістемелердің қосындысынан тұрады. Түйіндей келетін болсақ, сыни ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі оқытудан басты айырмашылығы білімнің дайын күйінде берілмеуі. Нақты жағдайда мынаны былай жаз немесе мынаны былай айт деген сияқты көрсетпей, оқушының өзінің шығармашылық ойлануына мүмкіндік туғызу, шешім қабылдауға үйрету, жауапкершілігін арттыру. Алған білімге сын көзбен қарау, іздену, оның ақиқатын дәлелдеу, яғни білімді саналы түрде алу. Бұл технологияның тиімділігі оқушының құзыреттілігін арттырып қана қоймай, сонымен қатар жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталады. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынастар орнатады. Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасайды. Оқушыны ойын ашық айтуға, пікір айтуға, алмасуға үйретеді, бірін-бірі сыйлауға баулиды, мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады, оқушының шығармашылық белсенділігін арттырады. Осы лекциядан кейін төменде көрсетілген сілтемелерді қарап зерделеп шығу арқылы сыни тұрғысынан ойлау технологиясының өзге де стратегияларын қарастырып жұмыс жасайсыз. Яғни 1-4 сыныптар, 5-8 сыныптар аралығындағы тақырыптар бойынша, ағылшын тілі пәнінен тақырыптар бойынша графикалық дидактикалық құралдарды әзірлейсіз.